қазақ ырым-тыйым арқылы ұрпақ тәрбиелеп, ата салтын жаңғыртып отырған халық. Жалпы көшпелі халықтың қатты ырымшыл болатыны белгілі. Жаман ырым болмайды, ырымдай алмайтын адам болады. Жақсы ниеттен туған жақсы амал есептелетін ырымшылдық таза сенім мен талғар түйсікке жетеліп, рухани тегімізге жақындататыны ақиқат. Жүкті әйел ара қайшы ұстаса мерзімінен бұрын босанады. Жүкті әйел ара қайшы ұстамайды, ұстаса мерзімінен бұрын босанады. Аяғы ауыр келінге ырымдатып отқа май құйғызғанда, от ағарып ұзын жанса ұл, қызарып жанса қыз бала болады деп ұғынған. Толғақ жетпей тұрса май ұзарып жанады. Адамның келіншек отырған жақтағы аяғы үйіп қалса, ауыр аяқ екен деп ырымдайды. Жүкті әйелді түйеден аттату немесе астынан өту. Жүкті анаға ырымдап түйе сүтін, шұбатын ішкізбейді, түйе етін жегізбейді, себебі жүктілік уақыты ұзарып кетеді деп есептеген. Бұл ырым түйе ботасын 13-14 ай көтеретінмен байланысты болса керек. Оның үстіне боталар кезде бошалап алысқа кетеді. Бұл түйенің боталар кезде қатты қиналатынын білдіреді. Түйенің үстінен аттату немесе түйе жүнін тұтатып аттату егер жүкті ананың босанатын мерзімі созылып кетсе немесе байқаусызда түйе сүті мен тағамын жеді деп есептелсе, түйеден 3 рет аттататын немесе түйенің астынан өткізетін болған. Кейде бураның бас сүйегін төрге іліп қояды. Ал қазір қалада түйе жоқ жерде жүнін тұтатып, содан аттатады немесе суретін сызып, содан аттатады. Бір қызығы, сол ырымды орындаған кезде кейін-ақ толғақ басталады екен. Ал сенбейсеңіз көріңіз. Жарыс қазан немесе аттың тізгінін не шылбырын керу. Күні жетіп толғата бастағанда, көрші үйде де қазан қайнатып тамақ асып, жарыс қазан жасайтын болған. Онда әйелдер жағы пісті ме пісті, түсті ме түсті деп айғайлайды екен. Қазан тез қайнаса, толғатқан ана да солай тез босанады деген наным бар. Сонымен қатар үйдегі барлық қонақтардың, сандықтардың аузын, есікті ашып қоятын ырым бар. Ана босанғанша үйден өзгеге от бермеген. Тағы бір қызық ырым. Ана толғата бастағанда аттың тізгінін не шылбырын керіп, туыт анаға соны ұстататын болған. Ондағы себеп әдетте жылқы малы, яғни бие туғанын тірі жанға көрсетпейді, әрі еш қиналмай тез туады. Тіптен бірнеше секунд ішінде құлындайды екен. Сол себепті толғақ жеңіл әрі тез болсын деп ырымдаған. Сәбидің кіндігін жақсы адамға және балтамен не кездікпен кестірген. Сәбидің кіндік жолын елге сыйлы, таза да жақсы адамға ырымдап кестіреді. Бала өскенде сол кіндік шешесіне не кіндік әкесіне тартады деп ырымдайды. Ал қазір кіндік емханада кесілгенімен де кіндік жолын беру арқылы бұл ырым наным жүзеге асып келеді. Сонымен бірге кіндікті өткір кездікпен немесе балтамен кескен. Кездіктей немесе балтадай өткір, батыр болсын деген сенімде болған. Қайшымен кеспеген. Қайшымен кессе жолы қайшыланады, кедергі көп болады деп қарайды. Кіндігін туған жерге көму. Кесіп алынған кіндікті таза жерге көмген. Ұл баланың кіндігін 7 қырдан асырып көметін болған, ал қыздың кіндігін үйге көмген. Себебі кіндікті үйге көмілген ұлды үй күшік болады деп есептеген. Ұл бала үйде туып, түзде өледі. Қыз бала ошақтың ұйтқысы болсын, кіндігі туған жерге байлансын деп ырымдаған. Қалжа жемеген ананың баласы ынжық болады. Сонымен бірге жас босанған анаға суық су немесе суық тамақ ішкізбейді, суық суға жуындырмайды. Итке шық деп айтқызбайды, айтса
тісі түсіп қалады. Аяғын жылы ұстатып әр күні қой сорпасы мен шілде терін шығаратын болған. Оны сол сәби өсіп азамат болғанда менің де қалжама бір қой жеген деп мақтаныш еткен. Себебі қалжа жемеген ананың баласы нашар, ынжық болады екен. Әрине, дұрыс тамақтанбаса, денсаулығын күте алмаса, жас босанған ана мен оның сәбиінің денсаулығына әсер ететін осы ырымдар арқылы көрсетсе керек.